Жетімдер жыламасын. Көктемнің соңғы күндері еді. Бірақ табиғаттың бұл мезгілі күндей ашық емес, бұлттай көңілсіз болатын. Аспанды сұрғылт бұлт қаптап, анда-санда себелеп жауатын жаңбыр ауылдың ескі саман үйлерін лайлап, жанды одан сайын жүдетіп жіберетін. Сол үйлердің бірі өмірі көлеңке мен мұңға толы Құрманғазы мен Мәрияштың шаңырағы еді. Үйдің іші салқын ауада ескі саман иісі мен арақ иісі араласып кеткен. Едендегі шөгіп қалған сырлы кілемде Мәрияш бүк түсіп талықсып жатты. Жүзінен өмірдің жіңішке жібі үзіліп бара жатқанын сезуге болатын. Көздері кірпік астында қатып, демі тарылып бара жатты. Терезе алдына ақырын тиген жаңбыр тамшылары әлсіз соққан жүректің соңғы соғуын еске салды. Ал бөлменің екінші бұрышында ескі көрпеге оранып, Құрманғазы мас күйі қор етіп ұйықтап жатты. Қолынан шөлмегі түспеген әке өмірдің қайғысын түсінуден тым алыстап кеткен еді. Мәрияштың жаны үзілгенде де ешкімнің даусы естілмеді. Тек ауыр күрсінген тіршіліктің демі ғана сезілді. Ауыл адамдары Мәрияшты ақырғы сапарға шығарып салды. Жаназа шеткі көшенің соңындағы ескі зияратқа қарай беттеді. Екі иығына жүк артылғандай Қанат пен кішкене Аружан үйдің алдында үнсіз тұрды. 6 жасар Қанат анасының қайтып келмейтінін түсінгендей кірлеп кеткен жейдесін қолымен түймелеп тұрды. 3 жастағы Аружанның көзі шарасынан шығып, сұп-сұр болып кеткен. Қолында ескі қуыршағы ғана. Құрманғазы болса, әлде бір көшенің басында өзі сияқты мас достарымен күліп ішіп отырған еді. Үйде 2 жетім бала аш, жалғыз қалды. Түн. Қанат пен Аружан көрпеге оранып, қарындары аш күйде көз іле алмады. Аружан ақырын ғана, «Аға, анашым келмей ме енді?» деді. Қанат үнсіз ғана қарындасының маңдайынан сипап, көзіне жас үйірілді. Келесі таңда мұңмен атты. Құрманғазы тағы да мас күйде келіп, еденге қисайып түсті. Қанат әкесіне, «Әке, қарнымыз аш, тамақ жегіміз келеді», деді дірілдеген дауыспен. Құрманғазы басын көтеріп, «Тамақ әкелем», деп үйден шығып кетті. Алайда сол кеткеннен ішіп кетті. Қанат қарындасына қарап, ұзақ ойланып отырды. Содан соң оны қалың киіндіріп, өзі де пальтосын киіп, қарындасын жетектеп, әкесінің артынан іздеп шықты. Ауада мұз аралас жаңбыр себелеп тұрды. Аружанның аяқтары тоңып, ағасына жабысып жылай берді. Қанат оны арқалап алды. «Қазір мына дүкенде шығар», деді үмітпен. Бірақ бірінен соң біріне дүкендерді аралады. Аружан арқасында қалғып кетті. Кеш батты. Қала шамдары жарқырай бастағанда Қанат өз үйінен тым алыстап кеткенін аңғарды. Жаңбыр қатты құйып тұрды. Қолдары дірілдеп, шаршап, әлсіреген күйде ауыл шетінде тұрған аялдамаға келіп, «Тынығып алайықшы», деп қарындасын отырғышқа жатқызды. Кішкене отырмақшы болып, өзі де қасына жайғасты. Сөйтіп екеуі аштық пен суықтан сол жерде ұйықтап қалды. Көзін ашқанда Қанат
аурухананың төсегінде жатты. Ең бірінші ойына түскені Аружан болды. «Қарындасым қайда?» деп айқайлады. Бөлмеге кіріп келген әкесі жүдеп кеткен, жүзі шарадай, көздері ісіп кеткен. Баяғы мәскүнемнің жұрнағы да жоқ. Еңіреп келіп, «Қарындасың бақилық болды, ұлым», деді. Қанат қатты айқайлап әкесіне, «Кет, сенің кесіріңнен, кетші!» деп өксіп жылады. Аялдамада үсіп қалған екі баланы кездейсоқ өтіп бара жатқан бір адам көріп, жедел жәрдем шақырған. Алайда Аружанның өмірін арашалап қалу мүмкін болмаған еді. Құрманғазының қайғысы арақпен жуылмай, ақырында есінен айырылып, психиатриялық ауруханаға жеткізілді. Қанат болса, балалар үйінде тәрбиеленді. Бірақ тағдырға мойымады. Сабаққа зерек, жүрегі қасіретпен шыныққан бала жылдар өте білімді, парасатты азамат болып шықты. Университетті үздік бітіріп, жетімдер үйіне көмектесіп, өз қорын ашты. Аты шықты. Кейде ол Аружанның атымен аталған Аружан үміті қайырымдылық қорында отырғанда, қарындасының бейнесі көз алдына көлбеңдеп келетін. Кішкентай кір шалмаған аппақ жүзді, жүрегі нәзік Аружан. Сол бейне жүрегінде мәңгіге орын алды. Қанат әр жетім баланың көзіне қараған сайын Аружанның көзіндегі мұңды көретін. Ешбір бала аш қалмасын, ешбір бала қараусыз қалмасын, ешбір Аружан енді тоңып үсіп қалмасын, дейтін ішінен. Осы ұстаным оның өмірлік мақсатына айналды. Ол анасын, қарындасын, жастық шағын бәрін жоғалтты. Бірақ өз ішіндегі адамды жоғалтпады. Қайта сол жарадан мықты рух қалыптасты. Қайғының тырнағы жанын жаралап өтсе де, сол жаралардан үміт гүлдері көктеп шықты. Кейде жел тынып, көк аспанда бұлт сейілгенде, Қанат аспанға қарап күлімсіреп қояды. Анашым, Аружан, мен сендерден ұялмайтындай өмір сүріп келемін. Және бұл жолы да ол ешқашан жалғыз емес екенін сезетін. Кейде ол Аружанның атымен аталған қорында Аружанның үміті деген жазуға ұзақ қарап тұратын. Қанша тағдырлардың үзіліп кетпеуі үшін сол қорға жан тәнімен қызмет етті. Жетімдер мен көмекке мұқтаж отбасыларға баспана, білім, киім-кешек, қолдау көрсету, бәрі Қанаттың бала күнгі арманы еді. Ол әр мейрамда балалар үйіне барып, кішкентай қыздарды, ұлдарды құшақтап тұрып, сендер біздің болашағымызсыңдар. Сендердің көз жастарың ешқашан тамбасын дейтін. Көзіне жас үйірілсе де сыр бермейтін. Себебі ол мықты болатын. Себебі ол бір кездері дәл сол қыздардай, ұлдардай болған еді. Күз сары жапырақтар төгіліп жатқан саябақта Қанат қолында кішігірім ақ гүл шоғы бар. Сол аялдамаға келді. Ол жерге ескерткіш қойғызған. Аружан бір сәтке үсіп кеткен гүл, бірақ мәңгі жүректе бір жарған деп жазылған еді. Тыныш қана отырды. Суық жел бетіне соққанда да орнынан қозғалмады. Сен үшін өмір сүріп келемін, қарындасым, деді күбірлеп. Сенің үмітің, менің үмітім. Желмен бірге әлде бір жылы тыныс тарағандай
Жүрегі сәл жылып кеткендей болды.